Şolay mı? 92 gод. O всероссийский болып шықты. Дагестаннан да келділер, Астраханнан да келділер, Москвадан да келділер. Шол заманда енді ясамаға тирәген, ясамаға керек болды. Давайтар ауылдың схемасында, ол заманда мәрхум рухы шад болсын, Жуманов Равиль ағай бар еді. Бар сіз біле тұрғандыз, сенде. Оны енді бұнда ол Нуғай, мен Нуғай десе де ол Қырықкеледен көшіп келген кіші, Сейітовкадан. Шоға көре оны ауыл халқы особо признавать етпеділер Нуғай дегендерін. Деген десе Нуғай шақы қылынмаған, ауыл Нуғайларым ша қылынмаған, шу аралаша алмағаннан нешік ұқтышы образованный кіші енді Нуғайдың бұлардың обучиларына кіреше алмағандарына. Шundan bir qadamız aytalar, özün Nugay deydi, Nugay şaqılmıyor dedi, bizce. Nugaylar türlü жерде. Nugay'dan türlü şehadeti var. Bizimkiler biraz haqlılar, наверное. Ну вот, şuşu Basir Abdül'ün turda işte degen idim. Evvel okuğanda. Kaynanamın родной двоюродный abisi ekenini bilmegen idim. Buna ide turgan kaynanamın şuşu kuyovunun anasının двоюродный ғана abisi eken. Bir zamanda mınada ders hazırlayıp uqtırşı indi. Plan sistemle yaşam. Otursam, birau kirip keldi. Anada işitem. Ayım dedi. Şuna, sen bilmiyorsun da Basir Abdül'ün kim dedi. Men atılıp çıktım. Ana ışıktan kaynanam çıktı. Kaynanam bundan sen döndü. Biz bu yaktaydık. O benim kakam dedi. Ben onu bilmedim. Biz kursu okuduk. 89 году eski Tatar halk yazmasında bizge Tatarstan'ın преподавательleri Казанский университетте оқытқанда. Олар айтtılar Basir Abdül'ün turla. Астраханский просветительler turla. Абдрахман Умеров turla. Анан тағын көпілер кішілер turla айтtılar. Мен сұрашыға тұрған едім. Кім ол Basir Abdül? Қайнанамнан бір сұрамағанмын. Шул Жуманов келіп айтқан заманда, ол менің қақам дегенде, шундан енді, ал яқшы сен қақаның енді туғанлары бар еді. Мына шулай еді деп, ол теракті тіздік біз. Ол яқшы біле тұрған еді. Мәжит Молла дейді, Basir Abdül'ün әтісін. Оны бұл енді қазір Абдулланың, мұның әтісі Абдулла дегеннің Вахаб баласы. Баласы, қайнанамның әтісі. Бұл енді үлкен баласы болады. Оны тиякка мұллалыққа шақырадылар. Үйленмеген кішіні мұллаға шақырмайлар. Dedim, үйленген болады енді. Basir Abdül'ün туған ма ол вақытта, қарақта, әлі тиякка кеткенде туған ма. Хатыштының яқшы болғанға көре, көп білгенге көре енді. Ауыл балалары қайда оқып көп білмеген болады. Келешіде бар ма, қалада бар ма, тиякта бар ма, енді мұллалар шонан оқып біледі енді. Шулай тұрып ол, мұнда оны шақырадылар тиякка мұллаға. Ол бек грамотный болады, мәжит деген. Вот оның шул баласы енді Basir, бір баласы Кабир. Олар енді шул Дагестан бетке кетіп оқытушылық ішлейділер енді. Қатынары да оқытушы болады. Вот қызы енді баласы, Мұрат деген баласы екен. Шул стрельба вақытларында, наверное, граждандар соғышы вақытында ма енді ол халак болады. Трагически. Бір жеңгеміздің бір қызы Рабиға деген қызының балалары болғанда енді шул баласының Фарид деген үйіне, уже Фарид абы жоқ еді енді. Қатын жеңгеміз енді тоже қартабы еді енді. Әбі деп айтамыз енді біз қартайғанда. Мамайда деп айтамыз қыртқа да, әуелден әвел қыртқа деп сөйлей тұрған еділер, кемпір деп айта тұрған еділер. Шул сөзлердің барысы да ол сөйлеген еді. Фотографияларын көрсетті, нешік ол Мұрат марқұмды көмәділер, зат етәділер, жиядылар шул вақытларында енді. Ашынышлы болады. Мұнда енді Basir Abdül'ün қызылдар яғында болады. Может быть, кім болса да енді ол яқта болады. Граждандар соғышы ол. Бір идеде екі кіші қаршы болмаған может. Но бұлар дұшман болмағандар енді. Знаешь, екеуі де бір яқта болып берілер, наверное. Но білмеймін. Шындай қал. Шундан мен София апай білен ерші тұрған едік. Ол вақытта мен де шустрый едім әлі, ерші тұрған едім. Қазір енді мен де мына таяқ білен ғына үйде, машин білен қая кетселер шында. Шақырған жерге ғына, акеті барсалар ғына, шында ғына барып жетем. Мына балалары турында сөйледі. Bir kızın kileşiğe verildi. Niye verildi? Evvel verildi kevge, karvalıkka mı, melikülmüge mi bilmem, bir yiğitke. Ol arak şatırgan buladı. Baban ayırıp alıp, Macit baban, annemle söyleyeyim dedi. 100 günden son kevge verildi başka yiğitke.
eskenden soň. Biredi kimge, kileşige, ikinci hatnakama İlyas Bay diyen kişiye. Annen Melikul'da, bana Melikul'lar kimler indi, o vakitte indi kaynanamdan nizat işittik şunu yazdım. Özü de yaxşı bilmeytirganıydı, потому что уже первое поколение ol bilmeytirganıydı уже isimlerini. Bir kızı şunda, bir kızı mında deyip, a o двоюродныйлар bilen aralaşa turgan idi. Ular da indi kartlar, ularga indi, ular benim tutalarım diye turgan idi. Двоюродныйлар, adanaş degan söz var. Nedir o tutalarım diye turgan idi. Видимо bu ulardan kışkına bulganma indi. Tutalarım kirlenip annemde majlisini bolsa şulay turgan idi. Oturduğunuz için çay hazırladım. Yoldan çay içip, ismini sigirsin.